жерді не ұстап тұр? Ертегі. Андрей Усачевтан аударма. Ертеде жер алып тасбақаның үстінде тұрған. Ал тасбақаның өзі үш пілдің арқасында жатыпты. Пілдер болса әлемдік мұхитта жүзіп жүрген үш киттің үстінде тұрған екен. Сөйтіп олар жерді миллиондаған жылдар бойы ұстап тұрған. Бірде жердің шетіне келіп жеткен данышпан оқымыстылар төменге қарап: «Ох, мынау қалай болғаны? Біз тұрған әлемнің соншама орнықсыз болғаны ма? Жердің кез келген уақытта құрдымға кетуі мүмкін екен ғой», деп жағаларын ұстайды. «Ей тасбақа!» деп айғайлап жібереді данышпандардың бірі. «Саған біздің жерді ұстап тұру қиын емес пе? Жер жеп-жеңіл мамық емес, жылдан жылға ауырлай түсуде. Алайда алаңдамаңдар, тасбақа тірі тұрғанда жер құлап кетпейді», дейді нық сеніммен тасбақа. «Ей, пілдер!» дейді бар даусымен екінші данышпан. «Сендер жерді тасбақамен бірге ұстап тұруға жалыққан жоқсыңдар ма? Еш алаң болмаңдар», дейді пілдер. «Біз адамдар мен жерді жақсы көреміз. Пілдер барда оның ешқайда кетпейтініне уәде береміз». «О, киттер!» дейді бар даусымен үшінші данышпан. «Сендер тасбақасы мен пілдері бар жерді ұзақ ұстап тұра аласыңдар ма? Біз жерді миллиондаған жылдар бойы ұстап тұрмыз. Киттер аман тұрғанда жер құламайды. Бұл біздің шын сөзіміз», деп жауап береді киттер. Адамдарды киттер, пілдер мен тасбақа осылайша нық сендіреді. Бірақ данышпан оқымыстылар оларға сенбейді. Егер киттер біздің ұстап тұрудан жалықса, кенеттен пілдердің циркке кеткісі келсе, ал тасбақаға суық тиіп ауырып қалса, не болмақпыз деген үрей туады оларда. Кеш болмай тұрғанда жерді сақтап қалуымыз керек. Оны тасбақаның тас қабығына темір шегелермен бекіту керек, деді біреуі. Мықты шынжырмен пілдерге бекіту керек, деді тағы бірі. Темір арқандармен киттерге байлау керек, деді үшіншісі. Біз адамзат пен жерді сақтап қаламыз, деді үшеуі бір ауыздан. Осы кезде жер қозғалып кетті. Киттердің шын сөзі теңіз арқанынан да мықты. Киттер ызалы үн қатып, құйрықтарын қатты серпіп, мұхит тұңғиығына жүзіп кетті. Пілдердің шын сөзі құрыш шынжырдан да мықты. Осылай деп гүжілдеген пілдер ну тоғайдың ішіне кіріп кетті. Тасбақаның шын сөзі темір шегелерден де артық, деп ренжіген тасбақа мұхит тереңіне сүңгіп кетті. «Тоқтаңдар, біз сендерге сенеміз», деп айғайлады бірден данышпандар. Бірақ олар кешігіп қалды. Жер қозғалақтап барып асылып қалды. Үрейге бой алдырған данышпандар үнсіз қалды. Артын күтті. 1 минут өтті, 2, 3, ал жер болса асылып тұр. 1 сағат өтті, күн өтті, жыл өтті, жер қозғалыссыз тұр. Ал жер құлаған жоқ. Кейбір данышпандар осы күнге дейін құлап кете ме деп алаңдайды. Оны не ұстап тұрғанын еш түсініп білмеуде. Ұстап тұрған жерді не десе әркім, шын сөз бенен ақиқат болар бәлкім.